Sütімізді жылытып аламыз. Жылы сүтімізге жылы суымызды құямыз. Содан кейін тұзымызды саламыз. Сосын қантымызды саламыз. Сосын ашытқымызды саламыз. Майымызды құямыз. Еріткен майымызды, маргарин майымызды. Бәрін жақсы араластырып, жақсылап ұнымызға құямыз. Міне, ұнымызды жақсылап илеп алдық. Енді бұның қақпағын жауып, жылы жерге орап, ашығанын күтеміз. Міне, біздің бауырсағымыздың қамыры ашыды. Енді осы қамырдан бір бөлігін алып, қамырымызды жая бастаймыз. Міне, бауырсағымыздың қамырын жайдық. Осынша не қатты қалың емес, не қатты жұқа емес, осынша орташа қалыңдықта болу керек. Шамамен 1 миллиметрдей. Бауырсағымызды осындай домалақ құралмен кесеміз. Міне, біздің бауырсағымыз дайын. Біреуін ашып көрсетейін міне. Менің рецептім бойынша жасап жақындарыңызды қуантыңыздар, қонақтарыңызды разы қылыңыздар. Өкінбейсіздер деген ойдамын. Маған тіркеліп, менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі жаңа рецептерімде көріскенше күн жақсы, сау саламатты болыңыздар.